Сәлем, биолог, сен қиналып жүрген аллельді ген тақырыбын осы видеодан түсініп ал. Ген қайда орналасады, ген нені анықтайды? Жасушада маңызды құрылым ядро орналасады. Ядрода хиазма тәрізді хромосомалардан тұрады. Хромосома гистон нәруызынан және қос тізбекті ДНК-дан тұрады. ДНК-ның бір бөлігі ген деп аталады. ДНК-да орналасқан белгілі бір нуклеотидтер қатары бізде генді анықтайды. Ген сыртқы фенотиптік көрінісіміз белгіге жауап береді. Мысалы ретінде көздің пішіні, шаштың түсі, терінің түсі. Неге адамдардың барлығының фенотиптік көрінісі бірдей емес? Себебі ДНК-да орналасқан нуклеотидтер қатары әртүрлі. Дене жасушасы 46 хромосомадан тұрады. Ол хромосомалар гомологты деп аталады. Гомологты хромосома аталы аналық бөліктен тұратын пішіні бірдей жұп хромосомалар. Гомологты хромосомада геннің орналасқан орны локус деп аталады. Жалпы аллель сөзінің мағынасы геннің баламасы бір геннің түпнұсқасы деген мағынаны білдіреді. Аллельді гендер дегеніміз гомологты хромосоманың бірдей локусында орналасқан жұп гендер. Аллельді гендер доминантты, рецессивті немесе гетерозиготалы аллель болып келеді.